Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен көпшіліктің ең сүйікті салаттарының бірі оливье салатын дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен барлық көкөністерімізді суға пісіріп аламыз. Одан кейін картошкамызды осылай 4-5 қылып турап шығамыз. Мөлшерін өз қалауларыңызша алсаңыздар болады. Мен мұнда 2 үлкен картошкамен жасадым. Картошкамызды турап болған соң, сәбізімізді де дәл солай турап шығамыз. Одан кейін вареная колбасамызды да барлығын солай 4-5 қылып турап шығамыз. Кейбіреулері піскен етті қосып жатады. Барлығы өз қалауыңызша еттің орнына осылай колбасаны турап салсаңыз да болады. Одан кейін қиярымызды турап шығамыз. Мұнда тұздалған қияр, көбірек қоссаңыздар өте дәмді болып шығады. Және жұмыртқамызды турап, одан кейін оның үстіне майонезімізді құйып, татымына қарай тұз, бұрышымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Және қалауыңызша горох қоссаңыздар болады. Мен мұнда қоспадым, өйткені маған горохсыз осылай жасаған ұнайды. Енді барлығын араластырамыз, осылай астыдан үстіге қарай езіп алмай, ақырындап араластырамыз. Дайын болған салатымызды әдемілеп тарелкамызға салатын боламыз. Әртүрлі қылып ұсынсаңыздар болады. Мен мұнда осындай дөңгелек формочкаға салып, осылай ұсындым. Бұл салат өте жылдам дайындалады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Егер де видео рецепт ұнаса, менің арнама тіркеліп, видеома лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Аякөз, астарыңыз дәмді болсын.